Barçаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Kanalıma hoş geldinizler. Bugün sizlerge tavuk етін осылай көкөністермен бірге духовкада пісіретін боламыз. Тауық етін дайындап аламыз. Оған приправамызды саламыз. Майонез аз қасықпен 2-3 қасық. Кетчуп тоже аз қасықпен, үлкен қасықпен 2-3 қасық. Салып аламыз. Соус аджика кішкентай қасықпен 4 қасық салдым мен. Үлкен қасықпен 2 қасық салсаңыздар болады. Енді тұз салайын деп отырмын. Тұзымды салып алдым. Енді полный араластырамын осылай. Барлық жеріне тигізіп. Полный араластыратын өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Енді картошканы солонка қылып турап аламын. Картошкамды осылай салып, енді бір пияз тоже солонка қылып турап алдым. Енді полный тағы араластырамын. Турап салып араластырып тез дайын болатын тауық етімен духовкада пісіреміз. 180 градуста 45-50 минутта піседі. Полный жабамыз бетін. Осылай жауып аласыздар. Егер пакетикке салам десеңіздер де болады. Дайын пакетиктер болады. Пешкаға салып атырмын. Міне піскен кезі.